Құрметті отандастар, үйі жоқтың күйі жоқ демекші, баспаналы болу әр адамның арманы. Егер сіз жас болсаңыз, және уақытылы отбасыңызбен өз шаңырағыңызды көтергіңіз келсе, Тұрғын үй құрылыс жинақ банкының әскери қызметшілерге арналған әскери баспана атты бағдарламасымен баспаналы болыңыз. Ол үшін сіз әскери қызметші болуыңыз шарт, яғни әскери бөлімге барып, әскери қызметкер болуыңыз келетін туралы өтініш бересіз. Бұйрық алып, әскери қызметші атанған соң, сіз әскери бөлімдегі тұрғын үй комиссиясына баянат бере отыра, тұрғын үйге мұқтаж азамат ретінде тіркелесіз. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі әскери қызметкер болуыңызбен құттықтайды. Әскери дос, баспаналы болғың келеді ме? Онда жолдары келесідей. Баспаналы болудың алғашқы қадамы ол салым ашу. Салым ашуға бір ғана құжат, жеке куәлік қажет. Енді достым, салымға арнайы қосымша шот ашамыз. Арнайы қосымша шот ашу үшін келесі құжаттар қажет болады. Жеке куәлік, 3 тарапты шарт тұрғын үй төлемдерін алуға және де тұрғын үй төлемдерін алушыға арнайы анықтама. Енді сізде салым және де арнайы шот бар. Әскери дос, енді кезекте сіздің арнайы шотыңызға ай сайын тұрғын үй төлемдері түсіп отыратын болады. Тұрғын үй төлемдері сіз қызмет етуші облысқа байланысты тағайындалатын болады. Мысалға, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша тұрғын үй төлемдері жан басына шаққанда 55.278 теңге. Мемлекет тарапынан қызметтік баспанамен қамтылып отырған әскери қызметкерлер тұрғын үй төлемдерінің 50%-ын алып отыратын болады. Яғни әскери қалашық шекаралық заставаларда тұратын мамандар. Тұрғын үй төлемін алушы қызметкердің үйінде толықтыру болса, яғни нәресте дүниеге келсе, онда тұрғын үй төлемдері бір жан басына көбейетін болады. Егер тұрғын үй төлемдерін алушы қызметкердің үйінде баласы 18 жастан асатын болса, яғни кәмелеттен, тұрғын үй төлемдері бір жан басына қысқаратын болады. Әскери дос, видео пайдалы әрі танымды болғанына сенімдіміз. Әр әскери қызметкер баспаналы болсын.